Барлықтарыңызға қайырлы кеш. Бүгін біз сіздермен бірге тауарды сатып алуға өтінім қалдыру бөлігін жасайтын боламыз. Яғни біз сіздермен бірге бұның HTML бетін құрған болатынбыз. Енді келесі кезекте бұл функцияның мәліметтер қорымен байланыстыру қажет. Ең алдымен біз өзіміздің осы блок, яғни құрған мәліметтер қорына қарай өтеміз. Және де кесте құрамыз. Orders кестесі болсын. Және де келесі кезекте біз өзімізге қажетті мәліметтер көрсететін боламыз. Ең алдымен міндетті түрде кез келген кестеде ID кіші әріптермен жазылған ID болу қажет. Бұл міндетті түрде. Және де біз келесі кезекте бізде мысалы product, яғни мына жерде мәліметтің, яғни продуктының атын көрсетеді. Және де қанша көлемде сатып алады, және де өзінің телефон номерін көрсететін болады. Енді осы мәліметтерді енгізейік. Былай жазайық. Phone number деп көрсетейік. Және де бізге қанша сатып алу қажет, және де продуктының номерін көрсету қажет. Оны біз былай жасаймыз. Product ID count, және де тағы да біреу керек. Бізге бір кесте қосу керек. Period батырмасын қосамыз, яғни бір баған қосамыз. Created at деп көрсетеміз, яғни осы заказ қай күні орын алды, соны көрсететін боламыз. Енді келесі кезекте тип таңдайық. Varchar, product ID int, count int. Created at дегеніміз ол бізде timestamp болады. По умолчанию деген жерде current timestamp таңдаймыз. Яғни біз мысалы осы жаңа жол, яғни жаңа запись енгізген кезде created at ол автоматты түрде өзі сол енгізген уақытты өзі бекітетін болады. Және де ұзындығы 100 болсын. Және де кодировка UTF-8 General C. General C дегенді қоятын боламыз. Келесі кезекте автоинкрементті қою керек. Міне AI дегенді таңдайтын боламыз. Бұл бізге автоматты түрде бірінші кілттік көрсі құрып беретін болады. Одан кейін қалғаны ондай қоятын мәндерде емес, негізінде кестенің кодировкасын көрсетеміз. Ол да UTF-8 General C болып табылады. Және де сохранить батырмасын басамыз. Яғни өзіміздің кестемімізді құратын боламыз. Міне, көріп отырғандарыңыздай orders кестесі құрылды. Енді келесі кезекте осыны байланыстырайық. Ол үшін мен мысалы артизанда, яғни осы жобаның бастапқы бетінде жаңадан бір терминал ашатын боламын. Егер сіз OpenServer пайдалансаңыз, сіз OpenServer'дің флажогына басу арқылы сол жерден консольді қоса аласыздар. Және де сол консоль бойынша немесе жобаның бастапқы директориясына өтіп, сол жерден kmd деп жазып, осы бастапқы директорияда міндетті түрде осы консольдің бастапқы директориясы болу қажет. PHP artisan create модель order. Order моделін құрамыз. Кестемен, яғни бізде қазіргі кезде orders кестесі бар. Соған сол кестемен жұмыс жасауға арналған order кестесін құратын боламыз, яғни order моделін құрамыз. Және де бізге контролер керек болады. Контролер құруымыз керек. Бұл контролердің атауын біз app контролерсінің ішінде қазір біз осы контролерді құрамыз. Order контролер деп атаймыз. Және де енді келесі кезекте order контролерға өтеміз. Әдіс құрамыз. Public function store әдісі, яғни жаңа заказ енгізетін боламыз кестеге. Request. Және де біз мына жерде кішкентай әріптермен жазамыз. Use models. Бірінші app'ты жазамыз. App models. Order. Models'ın ішіне кіреміз. Енді table деген жерде біз order'ы
емес orders деп өзгертеміз. Өйткені біздің кестенің атауы ол orders. Енді келесі кезекте order айнымалысын құрамыз. Бұл жерде біз dp dispense деген әдісті шақырамыз. Мәліметтер қорының dispense әдісі бізге жаңа жол, яғни жаңа объект береді. Және де кестенің атауын көрсетеміз. Order table деп аламыз. Енді келесі кезекте бұл ордердің біз мәліметтерін көрсетеміз. Мысалы, мына жерде phone number деген, біз осы phone number деп аталатын бағанның атауын көрсететін боламыз. Келесі кезекте біз rec, яғни recuse деп жазамыз. Recuse және де params әдісін шақырамыз. Яғни біз берген сілтеме бойынша біз осы параметрді алатын боламыз. Яғни HTML страницада берген параметрді осы жерде params әдісінің көмегімен алатын боламыз. Phone number тағы сол секілді. Order келесі кезекте product ID ді көрсетеміз. Осыны көшіріп алып қоя саламыз. Параметр деген жерде біз product ID деп көрсетеміз. Көшіріп алайық. Келесі кезекте санын көрсетуіміз керек. Қанша алуымыз қажет? Сол санды көрсететін боламыз. Енді осы мәліметтерді біз өзіміздің view-ға қарай өтіп өзгертейік. Client views product TPL-ді ашатын боламыз. Біз өзіміздің, яғни мына жерде асты жақта тұрған осы форма, яғни сатып алуға өтініш қалдыратын форманы кішкене өзгертетін боламыз. Метод дегенге біз post деп жазсақ та болады. Post деп жазсақ жасырын түрде баратын болады мәліметтер. Get депсек ашық түрде URL-ге параметрлер қосылу арқылы баратын болады. Post деп қояйық, post әдісі бойынша серверге жіберілетін болады. Және де бұл жерде name деген жерде біз осы атауын қалдырдық. Тауардың атауы. Бұл жерде біз тауардың ID-ін көрсетеміз. Сол үшін де product ID деп өзгертеміз. Және де product деп қала береді. Қанша саны қажет? Number дегенде енді біз phone number деп өзгертіп жіберейік. Өйткені мәліметтер қорында енді phone number деп атадық біз. Қалғаны барлығы осы күйінше қалады. Келесі кезекте біз осы мәліметтерді енгіздік. dp store әдісін шақыру арқылы біз осы жаңа жолды енгізе аламыз. dp store әдісінің көмегімен. Келесі кезекте route-ға сілтеме көрсетеміз. web.php-ге кіреміз. Products ID деген route-ды көшіріп аламыз. Get әдісін біз post әдісіне өзгертетін боламыз. Orders деп өзгертеміз. Келесі кезекте order контроллерға сілтеме жасаймыз. Оның ішіндегі store әдісін шақырамыз. Өйткені store әдісін біз мысалы order контроллердің ішіне кіретін болсақ, біз мына жерде біздің әдісінің атауы store деп аталады. Біз осы әдісті шақыратын боламыз. Егер сілтеме order сілтемесі болса, және де әдістің типі post болатын болса. Middleware бізге қажет емес бұл жерде. Сақтаймыз. Сілтемені қоямыз. Мына формаға метод, яғни post әдісін көрсеттік. Action, егер осы форманы жіберетін болса, онда біз бұл форманы orders деп аталатын сілтемеге жіберетін боламыз. Обновить етеміз страницаны. Бұл жерде продуктының, яғни осы продуктының атауы тұр. Біз былай жасайық. Атауын, яғни клиент өзі жазбайды, біз оны автоматты түрде беретін боламыз. Сол үшін де type дегенге hidden, яғни клиентке көрінбейді. Біз өзіміз форма заявканың ішінде көрінбей, осы ID-ді серверге жіберетін боламыз. Клиентке жазудың қажеті жоқ. Name product ID болып қала береді.
value дегенді ғана біз өзгертетін боламыз. Value ол бізде осы продакттың ішіндегі осы екінші ID болады. $product.id. Апдай етейік. Міне, жасырын түрде қалды. Біз оны автомат түрде береміз. Клиентке өзінің жазу қажет емес. Тек бұның басына біз бұлай түсінікті ретінде бұлай жазайық. Біз бұлай жасайық. Формның үстіне тапсырыс беру деп шықты. Енді бізге қанша қажет? 2. Яғни осының 2 данасы қажет. Және де өтірік бір номер жаза саламын. Бай батырмасын басамыз. Міне, енді мәліметтер қорын тексеріп көрейік. Обзор дегенге басамыз. Кішкене загрузка болып жатыр. Міне, біз енгізген номер, дәл сол номер. Product ID дегенге міне 2. Өйткені біз жаңа ғана осы екінші тауарды қарадық. Және де count 2, яғни 2 данасы қажет осы тауар. Және де created at бүгінгі дата. Яғни бұл автоматты түрде өзі орнатып отыратын болады. Өйткені біз default дегенге, яғни кестені құрған кезде default деген жерге current data дегенді біз сол описанияны, яғни сол настройканы орнатқан болатынбыз. Мысалы, екінші емес, кез келген бір тауарға тапсырыс беріп көрейік. Яғни products емес, бастапқы бетке өтеміз. Мысалы, осы бас киімге тапсырыс берейік. Бір данасы қажет. Бай батырмасын басамыз. Обновить ететін болсақ. Міне, мына жерде 8 деп шықты. Тек бір істелмеген нәрсе, біз мына жерде foreign key беруді ұмытып кеттік. Яғни бұл кез келген енгізіле береді. Бұны жоқ тауар енгізіліп кетпеу үшін структураға қарай өтеміз. Product ID деген жерге біз индекс береміз, яғни foreign key беретін боламыз. Ішкі кілт. Енді осы связиға өтіп, енді осы кестемемізбен байланыстыратын боламыз. Product ID foreign key блок кестеміздің ішіндегі products'ың ішіндегі ID мен байланысты. On delete cascade, яғни біздің продукты өшіп қалса, автоматты түрде де осы orders'ың ішіндегі сол продуктке қатысты доказатын барлығы да өшетін болады. Обзорға өтетін болсақ, мына енді мына жерде гиперссылка пайда болды. 8-ге басатын болсақ, біздің осы 8-ші ID-дегі тауарды ашып беретін болады. Егер бұл тауар өшсе, ордерстің ішіндегі де осы 8-ші тауарға қатысты жол автоматты түрде өшетін болады. Өйткені біз каскад delete дегенді таңдаған боламыз. Келесі кезекте сәтті, яғни сатылым заказ сәтті орындалса, біз клиентті бастапқы бетке қайтарайық. Header және де слэш қоямыз. Бастапқы бетке өту үшін. Продолжить батырмасын басамыз, міне бастапқы бетке өтті. Мысалы, мына жерде бір деп жазайық. Product TPL-ді ашамыз. Және де, мысалы, мына жерде бізде number деген жерде, яғни қанша саны алу қажет, біз recurrent дегенді қойсақ болады. Егер бұл recurrentті қоймасақ, біз мысалы байды бассақ, бізде бос орын кетіп қалады. Міне, көріп отырғандарыңыздай бос орын шықты. Оған жол бермеу үшін біз мына жерде recurrent дегенді қоямыз, яғни толтырылу міндетті. Бұл ұяшықты. Екіншісіне де ұялы телефонда толтыру міндетті. Recurrent деп аталатын осы бір настройка, яғни осы бір функцияны көрсетеміз. Міне, бастапқы бетке қайтадан оралатын болды.